Жалпы қандай ауру түрлерін емдей алады, қандай ауруларды емдеуге болмайды дегендей өздеріне ой туғызады. Сол жөнінде қысқаша мен мынау өзіміздің медицина орталығының көлемінде қандай ауру емдей аламыз, жалпы иглотерапия осы алтын инемен қандай ауруларды емдеуге болады, Қытай медицинасы болсын, Тибет болсын деп мен сол қорытындылай кетпекшімін. Бірінші жүйке жүйесі ауырғандар. Бұның ішінде мәселені бас миының сақинасы, черепнің дәуіріне дейміз, мына бас қысымдық ауруы, жүйкенің жұқаруы, одан қалай білсе мынау ұмытшақтық, ұйқысыздық, мына желке мойындардағы қандыроз. Енді бізде қазақша оны тұз деп айтады, бірақ жүзінде сол нағыз мынау медицина жөнінде жерде тұз алып жатқан жоқ, тұз жиналып қалды деп айтпаймыз, өйткені тұз деген емес, сол жерден нервтердің қабынуы, мойын желкеде деген. Осыларды тек осы медициналық методпенен, осы алтын инеменен жазуға болады. Қалған емдермен емдеуге болады, бірақ олар толық түбіне шейін жаңа соның себебін анықтап 100%, 100% оны емдеп жаза алмайды. Ал бұл осы алтын инеменен осы ауруларды толық жазуға болады. Жүрек қан тамыр аурулары, бұның ішінде жүректің жаңағы шаншымалы ауруы, жүрек ритмінің өзгеруі, жүрек қан тамырлық аурулары, мәселені қан қысымының өрлеуі адам организміндегі нерв системаменен қанның құрамдарының өзгеруіне байланысты. Бүйрек қызметіменен әрқайсысы мынау бауырға келетін, ішкі организмге келетін, қанның тазартуына қатысты келетін каналдардың дұрыс болмауынан болады. Осы ауруларды жақсы емдеуге болады. Қан басым, жүрек қан тамыр аурулары, қан тамырлар қатаю, жүрек бүйрек аурулары деген сияқты. Бүйрек қан басым деген сияқты. Ал енді ашқазан ішек ауруларынан асқазанның түгінің қырылуы, ашқазан созылмалы төмендеуі, 12 бармақ ашқазанның жарасы, жаңадан басталған оталардың өт қабынуы, өттің жаңадан пайда болған тасы 1 сантиметрге жетпесе, ұйқы безіменен көк бауырдың жұмыс істемеуі, осы сияқты аурулардың барлығын емдеуге болады. Ал несіп жыныс аурулардан жаңа айттық қой, белсіздік, ер әйел болсын, содан кейін пиелонефрит, бұл дегенде бүйрек ақ жеміршегінің қабынуы дейміз, ақбауының. Түнде зәр ұстай алмау, яғни көп балаларда кезіге түн ұйықтағанда кроватына сүйіп қояды, бұны ауруды осы методпен емдеуге болады. Содан кейін қуық безінің қабынуы, простатит. Және қуық жолдары менен несіп жолдарының және бүтін арқа белдемелеріндегі тұздың әсерінен шаншу беруі, приступ беруі, осыларды емдеуге болады. Ал гинеколог аурулардан, әйелдер бөлім аурулардан көбінде бала көтере алмау, бала жатыр қабының қабынуы, олардағы спайкы болуы, миома кеста болуы, одан сырт мынау остеопатия дейміз, осылардың барлық операциясы осы біздің Қытай Тибет медицинасымен, алтын инемен жазылады. Буын аурулардың ішінде артрит, сарбуын, ревматизм, буындарға сарсу пайда болу, одан кейін көп қанды адамдарда 8 көзден тұз ұстау, осы ауруларды емдеуге болады. Бұдан сырт бел омыртқаларының өзгеруі, мойын омыртқаларының өзгерулігіне қисаяп, шел пайда болады, тұз өседі, сол өскен сүйек бел омыртқасында жарық пайда қылады, бізде грыжа дейміз, сол грыжаларды осы методпен операциясы емдеуге болады. Ал одан сырт тыныс ауруларының ішінде астма, бронхо, мынау ангинадан болатын танзалит дейміз, одан кейін тыныс жолдарының тарылуы, демікпе, мынау түрлі көктем күзде болатын, шөптен болатын аллергия, осы аллергиядан бір тыныс тарылуы, осылардың барлығы осы жолмен емделеді. Гайморит, мұрынның қуысының ішіндегі пазухалардың ісініп кетуінен дем алмай қалу, таң атқанша аузын ашып жатады, сол ауруларды тек осы методпен ашамыз. Ал енді қосымша көз әлсіздікті емдеу, зобты емдеу, тері ауруларының басын көбін емдеуге болады. Міне, қалап айтсақ, 90-80% адам организмінде болатын аурулардың түрін біз үстіп жазамыз. Толыққанды түрде емдеп жазуға болады. Бұның адам организміне ешқандай кері әсері болмайды.
Кейбіреулер әуелі ауырмаса да, жаңағы өзінің жұмысқа деген белсенділігін арттыру үшін, не болмаса қыста тым ауыратып қалмау үшін, не болмаса бір қаным қоюланып, қан басым болып қалмайын деп, алдын ала бір жылда 2-3 рет өздері жаңағы гидротерапиядан өтіп отырады. Бұл енді ішкі құпия мынау деректерде Қытайларда солай жүргізіледі. Қазір тіпті кейбір деректерде алып жатырмыз, мынау спортсмендердің бүтін денесінде қуатын шығаруға, жарыс кезінде, болмаса жарысқа дайындалар кезінде бұлшық еттердің толыққанды жұмыс істеуіне шейін қазір ине салдырады. Ал енді одан айта кетсек көп әңгіме, мынау ол жердегі мынау қыз-келіншектердің бетінің масинкасын, ажымдарын кетіруге қойдырып жатыр қазір косметологияға. Ал тіпті Америкаларда қазір бұны зерттеп, наркоман, арақ ішіп кеткен, сол сияқтыларды 80% құлағынан нүктесіне қойып арқылы қойдырып жатыр, тидіріп жатыр наркоманы. Сонда айта берсек, біздің осы қазір мынау совет медицинасында көз көрмеген ине терапиясы дүние жүзінде өзінің көмбеделін тауып, емдемейтін ауру жоқ бәрінен деп жатыр. Ал енді айта кетеміз, тек мынау жұқпалы бауыр аурулары, туберкулездің қозып тұрған кезінде, қозып деген сөз микроб таяқшасын мынау түкіріктен шығаратын аурулар болады, ондай адамдарға ине салынбайды, өйткені жұқтырмау үшін. Ал мынау рак аурулар, рак болғанда кәдімгі орта соңғы дәуірін өткен рактар, солардың түйіншектерінің ұлғаю кезінде ине салудың керегі жоқ. Өйткені қоздырғыш болып, кей уақыттарда ауруға көп жақсы әсері болмайды. Ал қалған аурулардың жаңағы барлығына қоюға болады деп айта аламыз. Көп адам біле қалмауы мүмкін, сондықтан бұл қазіргі әдісіміз Алматы қаласы, Абай көшесі, Өтеген Батыр мен Алтынсарин көшесінің ортасында 5-ші ықшам ауданының 23-ші үйінде орналасқан Жасай Шығыс Тибет медицина орталығы. 26-07-26 телефон, қабылдау телефоны. Төтелей телефондар 78-84-88, 26-06-99. Осы телефондарменен кейбір түсінбеген сұрақтарда қоюларына болады халыққа. Ал мен енді дені саудың жаны сау дейді. Дені сау ел дүниенің ең алдына кетеді дейді. Осы біздің қазақ халқымызға, осы елімізге, Қазақстандағы бүтін өзіміздің аға бауырларға Алладан тек зор денсаулық тілеймін. Патшамызға үлкен Алла Тағала пейіл ырыс берсін. Рахмет сіздерге.